Сәлем қыздар, бүгін біз жаңа жылға арналған ойыншықтарды жасаймыз. Қара гель лакты бір слойға жағып, оны кептіріп аламыз лампаға. Оның үстіне матовый топ жағып, тоже кептіріп аламыз да. Үстіне прозрачный топпен әдемілеп суреттерін салып бастаймыз. Одан кейін ол суреттердің үстінен кептірмес бұрын үстіне блеск сеуіп аламыз. Одан кейін лампаға жібереміз. Лампадан шыққаннан кейін артық блестарды қағып тастаймыз да, ақ гель лакпен обводить етеміз. Жан-жағын сызғыштап, әдемі қылдырып әшекейлейміз. Өзіңіздің фантазияңызға қарай, ұнатқан түстеріңізге қарай әшекейлейсіз. Мен типа қар жауып тұр дегендей жасадым. Одан кейін біз бұны обязательно лампаға кептіруге жібереміз. Одан кейін блесктің үстінен прозрачный топ жақтым. Сол кезде блеск күшті ұсталады. Бірінші вариант дайын. Енді екінші вариантымыз тура сол жасайтын методпен матовый топтың үстіне прозрачный мен сурет салып алып, ол шарикті топты кептірмей тұрып, біз шариктің үстін жаңағындай крупный блесктармен оформлять етіп аламыз да. Оны обязательно лампаға саламыз, кептіріп аламыз. Осы шариктің эффектісі маған қаттырақ ұнады. Сіздерге қалай болатынын білмеймін. Егер ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Подпишитесь обязательно. Бұл жерде көп қызықты нәрселер болады. Бұдан кейін оны кептіріп алғаннан кейін жаңа шариктің үстін обязательно топпен покрывать етеміз. Сол кезде блестер күшті сиять етеді. Ал енді үшінші вариантымыз, біз метод втирки жасадық. Қара цветтің үстінен втирканы жағып, үстіне прозрачный мен шарик салдық. Одан кейін оны кептіріп алғаннан кейін лампадан шыққаннан кейін оны біз спиртпен сүріп тастаймыз. Сол кезде шарикті салған жеріңіздің блескісі ғана қалады. Одан кейін өйстіп күштілеп шарикті саламыз да лампаға жібереміз. Сосын топ жағамыз болды. Вуаля, сіздердің дизайндарыңыз дайын. Ұнаса лайк басыңыздар. Будет очень приятно.